тез кетеді да, варианттарын айтып қойып лайфхак қой бұл да. Көбісі біле бермейді бұны. Өзіңнің елшіңнен қалай қабыл еткен болсаң, бізден де солай қабыл ет деп дұға қылсаңыздар бар ғой, өте тез арада нәтижесін көресіздер. Ал егер нәтижесін көрмей қалсаңыздар, онда оны алып қояды или басыңызға келе жатқан жамандықты қайтарып тұрады дұға. Білесіздер ғой, дұға мен садақа өзі екі ақ нәрсе бәлені қайтарады. Біреу дұға, біреуі садақа. Сол дұға сіздің басыңызға келген жамандықты қайтарып отыр. Или вообще берілмейді бұл дүниеде, алып қояды ал жақ. Имам Ибн Қайюм айтады, оның алып қоюы дейді, дүниедегі бергеннен 1000 есе қайырлы дейді. Неге? Өйткені ертең қиналып жатқан кезде тау сауаптарда келеді Алла тағала, сөйтеді де, мынау сенің амалдарың деп береді екен. Сөйтсе ана пенде айтады, Раббым мен мынада істеген жоқ мынадай нәрселер десе, Алла тағала осындай жерде осындай сәтте дұға қылып едің, иә, қабыл болмады ма? Болмады. Сол қабыл болмаған дұғаның сыйлығын біз не істедік дейді? Алып қойдық дейді мына жаққа. Сонда ана адам деп айтады екен. Олай болғанда ешбір дұғам қабыл болмай қойғанда ғой деп айтады екен да. Бәрін анаяқта алады екен да өйткені.